Қазақ тілі 8-ші сынып. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы театр өнері деп аталады. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау, жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын сөздік гол атты графикалық органайзер мен театр сөзінің мағынасын ашамыз. Оқушы түсінігі жазылады және театр сөзінің сөздіктегі немесе Википедиядағы анықтамасы жазылады. Театр сөзінің синонимі және театр сөзін қатыстырып жай сөйлем құрастырасыздар. Тапсырма дәптерде орындалады. Бүкіләлемдік театр күні 1961 жылы Халықаралық театр институтының 9-шы конгресінде белгіленді. Театр көне грек сөзі көретін орын деген қарапайым мағынаны білдіреді. Сахналық қойылым жайлы ең көне дерек біздің дәуірімізге дейінгі 2500 жылы қағазға. Оқиға орны ежелгі Египет. Қойылымда Осирис құдайдың тарихы баяндалған. Театр жеке дара өнер ордасы болып, ежелгі Грекияда қалыптасқан. Сахналық өнердің комедия және трагедия жанрлары да сол дәуірден бастау алады. Эллада елінің әртістері қолданған маскалар театр символына. Театр ойын-сауық орны. Қазақ театры өнері де ертеден келе жатқан салт дәстүрімізге негізделеді. Үйлену салты, қыз ұзату, шілдехана тойына байланысты өтетін ойын-сауықтар, ақындар айтысы, тағы басқа салт дәстүрлеріміз театр өнерінің алғашқы көріністері болып есептеледі. Театр алғаш рет құрылған жылы онда Иса Байзақов, Әміре Қашаубаев, Қалибек Қуанышбаев, Жұмат Шанин, Елубай Өмірзақов, Серке Қожамқұлов және Шара Жиенқұлова және тағы басқа өнер тарландары қызмет жасаған. Құрметті оқушылар, біз театр өнері туралы ақпараттармен бөлістік. Енді әдеби тіл нормалары бойынша жай сөйлем. Жай сөйлем дегеніміз бір немесе бірнеше сөз бен сөз тіркесінен құралып, біршама тиянақталған бір ойды білдіретін сөйлем. Жай сөйлем құрылымы жағынан бір сөзден де, екі не одан да көп сөзден де тұрады. Мысалы, қыс түсті, қыста дала ақ көрпеге оранады. Жай сөйлемдер бір тұрлаулы мүшенің қатысуымен де, екі тұрлаулы мүшенің қатысуымен де, тек тұрлаулы мүшеден немесе тұрлаусыз мүшелердің қатысуы арқылы да жасалады. Тек қана тұрлаулы мүшеден жасалған сөйлем жалаң сөйлем деп аталады. Ал тұрлаулы мүшемен бірге тұрлаусыз мүшелер де қатысқан сөйлем жайылма сөйлем деп аталады. Біз бастауыш сыныпта тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелер туралы өткен болатынбыз. Балалар, екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Сұрақтарға жауап беріп, жай сөйлем түрлерін қатыстырып, театр туралы ой бөлісіңдер. Жалпы, театр кемелгіштен басталады деген қанатты сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Бүгінгі қазақ театры туралы қандай ақпарат білесің? Театр мәдениеті дегенді қалай түсінесің? Осы сұрақтарға жай сөйлем және жалаң сөйлем түрінде жауап беріңіздер. Тапсырма оқу дәптерінде орындалады. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта сіздерге сергіту сәті ретінде өзгерген сөздерді қолданып отырмын. Бұл жерде 5 сөз берілген, яғни сіздер әріптердің орнына ауыстыра отырып, театр туралы сөздерді табасыңдар. Қане кеттік.
Үшінші тапсырма. Мәтіннің мазмұнын ұғына отырып, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықта. Жай сөйлемдерді айтылу мақсатына қарай топтастыр. Бұл мәтіннің тақырыбы өмірдің өзінен алынған драма деп аталады. Құрметті оқушылар, алдымен мәтінді танысасыздар және жай сөйлемдерді айтылу мақсатына қарай топтастырасыздар. Сіздер білесіздер, сөйлемдер айтылу мақсатына қарай лепті сөйлем, хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем және бұйрықты сөйлем болып бөлінеді. Сабақтың қорытындысы 3-2-1. Яғни, сабақтан алған маңызды 3 ақпаратты, қиындық келтірген 2 мәселені, сабақта ұнаған 1 жағдайды сіздер маған комментарий ретінде жазып жібересіздер. Құрметті оқушылар, үй тапсырмасын мұқият күнделіктеріңізге жазып алыңыздар. Жай сөйлем түрлерін қатыстырып, театр өнері мен мәдениеті туралы таныстырылым жасаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңдар балалар.